Саламатсыздар, әнсүйер қауым. Ұлттық арнада ән жұмбақ. Бағдарламамызды қыздыруға келіп отырған жұлдызды топтармен таныс болайық. Олардың біріншісі Дәрбаевтар отбасылық ансамблі. Ал оларға қарсы ойнайтын жеңіске үміткер талай арудың арманы болған әнші сержігіт Марат Имашев. Ал хабарды әсем әуенмен әрлейтін халықаралық фестивальдардың лауреаты, вокалды аспапты Достар ансамблі. Бәрекелді. Қош келдіңіздер дейміз, қымбатты қонақтар, ән жұмбақтың бүгінгі қатысушылары. Олай болса, қарап тұрмай бірден танысуды бастап кетейік. Сонымен Дәрбаевтар отбасы. Әкем Ибрагим және қарындасым Гүлден. Мен атым Сәкен. Бәрекелді. Ибрагим аға, қош келдіңіз дейміз. Сәттілік сіздерге. Ал, Мәке, өзіңіз таныстырып өтсеңіз сізбен бірге келген серіктеріңізді. Менің есім Марат, менің сол жағымдағы музыкант Талғат Бейсенұлы мырза. Одан кейінгі Асқат Сайлауұлы, өнер кәсіпкер және өнерді жақсы көретін азамат. Бәрекелді Мәке, көп рахмет. Екі топқа да бірдей сәттілік серік болсын. Ал біз бірден бірінші айналымды бастаймыз. Бірінші айналым бұл 5 тақырыптан, 5 ән жұмбақтан тұрады. 5 ән жұмбақты жазбай тапқан топ бірінші болып алдарыңызда тұрған тетікті басады. Әрбір дұрыс жауапқа 1 ұпай. Егер әннің авторын қатар айтып жатсаңыздар, тағы 1 ұпай беріледі. Сонда 2 ұпай қоржындарыңызға гүмп ете қалуы мүмкін. Олай болса бастайық. Кім бастайды бірінші? Соны шешейік. Қанша дегенмен ағамыз Ибрагим бастасын деп тұр. Мәкең, олай болса бастаймыз. Қай тақырып? Сәкен, Ибрагим аға, Гүлден. Өзі сұлу, өзі жас. Өзі сұлу, өзі жас. Екінші тақырып. Мұқият тыңдаймыз. Сәкен бірінші болып басты. Айым бекен, ай күнім бекен, ай. Бәрекелді. Бұл дұрыс. Авторы Жанар Ажанова орындайды. Орындайды, және Авторы да сол болса керек. Өкінішке орай, ол қате жауап. Бұл халық әні болатын. Олай болса, 1 ұпай қоржындарыңызда шырқаймыз барлығымыз бірге. Алдындағы ақысы маржан тісі, мұндай душа жол армай сүйген кісі. Сүйген кісің сүйгенді өтіре шықса, аты оны қазандай қайдай кеште. Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу, өзі жас, кімнің жары екен ай. Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу, өзі жас, кімнің жары екен ай. Бәрекелді. Сонымен есеп бізде 0-1. Дәрбаевтар отбасы алда келе жатыр. Ал бізде тақырып таңдайтын Марат аға, өзіңізде. Біз әйтеуір сол қыз бір сұлу деген тақырыпты тыңдайық. Әйтеуір сол қыз бір сұлу. 5-ші тақырып тыңдаймыз. Ал, Мәкең бірінші басып жіберді. Бәрінен де сен сұлу. Анау, тақырыпқа қарап сіздер кішкене алданып тұрсыздар ойдым. Ол жерде әзіл шыны қойылған. Бұл қате жауап. Бәрекелді. Ибрагим аға, Сәкен, Гүлден, таңдаймыз ба жоқ әлде? Тыңдаймыз. Тыңдаймыз, ары қарай кеттік.
na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. İbrahim ağa Қалғаны bastı. даратада жол болсын, денсаулығың зор болсын, бізден тілек сол. Өкінішке қарай, бұл да қате жауап. Бізге таптырмаған әнді бірге шырқайық. Жарқын жүзің жағып жарасасың еталар. Қара шамшың желбіреп, қара көзің мөлдіреп ай. Сырғаларың сыңғырлап, қалдың қалқан қолға дәурен барады. Жүрегімді жандырды жан қалғандай жанарыңа. Осындай керемет Тұрсынжан Шапайдың Қарагөз қалқа деген әні болатын Қоңыр тобының орындауындағы. Бізде есеп өзгерген жоқ әзірге. 0-1, ал бізде қазір тақырып таңдайтын, ұпайы аз Марат Имашев бастап келген топ таңдайды. Кет. Біріншіні таңдадық, мен сені алып кетем. Мен сені алып кетем, бірінші тақырып. Ал мұқият тыңдаймыз. Ал, Сәкен. Мен сені алып кетем, таратай да таратай. Осы өлең болса керек. Бәрекелді. Бұл дұрыс жауап. Ал, олай болса, авторы Білмейміз. білмейміз. Яғни, Лұқпан Жолдасов пен Ринат Зайыптың бірлестігінен шыққан ән Абайла сұлу қыз деген ән. Шырқайық барлығымыз. Жүресің тарады, жігіттің барлығы өзіңе қарады. Табам жолыңды, болсам да тең айға, өзіңе қолыңды жеткізем қалайда. Ақ шіркін, мен сені алып кетем махаббат қаласына дейді. Есеп 0-2. Ал тақырып таңдайтын бізде тағы да Мәке, өздеріңіздің топтарыңыз. Төртіншіні таңдадық. Сонымен төртінші тақырып бақытым мен базарым. Ал, Сәкен баста. Сен қосылып немерем, көбейді ғой, кеңейді ғой керегем. Сақтыбек көп болсын ғой. Жоқ, бұл қате жауап. Ал, Мәке, жігіттер, тағы бір тыңдаймыз ба, жоқ әлде бірден айтамыз ба?
Кеттік, тыңдаймыз. Ал, қане? Махаббаттың жырын айт. Ой, бәрекелді, иә. Ал әннің авторы... Гүлімсің. Әннің авторы... Білмедік. Батырхан Нұрымбетов деген жігіт болатын. Жарайды, шырқаймыз барлығымыз. Сіздерге бір ұпай әкелген әнді. Жүрек тоңған сағыныш, ән жырымды алып ұш. Шымсыйдағы өмірде махаббаттың балымыш. Сыңғыр-сыңғы сұлуым, махаббаттың жылуым. Нұр қойып бұл құмарланған кеудеме. Гүлім, гүлім, гүлімсің, арманымсың, жырымсың, бақытымсың, базарымсың сен. Махаббаттың жырын айт, жүрегімнің сырын айт, арман гүлім, ажарымсың сен. Есеп 2-1, әзірге Дәрбаевтар отбасы алда, ал бізде ел жайлауы деген тақырып қалды. Мұқият тыңдаймыз. Сәкен басты. Қарағым қал жақсым ай, сала берме көзіңді. Әр жақсыға ай. Сусамыр елдің жайлауы ай. Сусамыр елдің жайлауы. Авторы әрине Халық әні. Халық. 2 ұпай, шырқаймыз. Айналайын қарағым, қал жасым аяу, сала берме көзіңді, әр жасық аяу, сусамыр елдің жайлауы, өмірдің бар ма байлауы, сусамыр елдің жайлауы, өмірдің бар ма байлауы. Сала берме көзіңді, әр жасық аяу, бәрі жақсы көрінер. Алғашқыдай ау, сусамыр елдің жайлауы, өмірдің бар ма байлауы, сусамыр елдің жайлауы, өмірдің бар ма байлауы. Бірінші айналым 4-1 деген нәтижемен Дәрбаевтар отбасының пайдасына шешілді. Ал біз бірден екінші айналымға өтеміз. Сонымен екінші айналым сіздер мен достар ансамблінің ортасында болатын сайыс. 3 тақырып, 3 деңгей беріледі. Деңгей өскен сайын жасырылуы ән жұмбақтың қиындап, есесіне ұпайы көбейе түседі. Жасыл деңгей 1 ұпай, сары деңгей 2 ұпай, қызыл деңгей 3 ұпай. Жасыл деңгейді бізге жасыратын достар ансамблінің гитаристі Эльдар. Ал енді сары деңгейді бізге Ная жасырады. 3 ұпай тұратын күрделі қызыл деңгейді бізге топтың бас гитаристі Әуен жасырады. Сонымен барлығы түсінікті болса, бізде тақырып пен деңгей таңдайтын ұпайы аздау Марат Имашевтың тобы. Қыздар, жасыл. Қыздар, жасыл деңгей. Яғни біз Эльдарды тыңдаймыз. Гүлден бірінші болып басып жіберді, жігіттер үлгермей қалды. 16 қыз, әшекей қыз. Бәрекелді, 16 қыз. Ал онда 16 қыз әнін барлығымыз бірге шырқайық әуелетіп. Шабамын көңіл
жететуге азырақ ойнап күлген маладушка Урқияй, қадирай, сағирай Күдимай, надирай, нағимай, бәтимай Әшекей қыз айжанай Бәлекей қыз балжанай Шашпаулы қыз сәлимай Еркелеген тайсай Толысыған марузай Я люблю тебя Бәрекелді. Есеп 1-5. Сәкеннің тобы алға шығып келе жатыр. Ал бізде тақырыппен деңгей тадайтын тағда Марат бастаған топ. Мөлдіреген таңғы шықтай. Мөлдіреген таңғы шықтай. Деңгейі Қызыл. қызыл деңгей. Қызыл деңгей, яғни біз әуенді тыңдаймыз. Ой жеткен әні мөлдіреген таңғы шықтайды. Бәрекелді! Сонымен бой жеткен әнін барлығымыз бірге шырқайық. Еркен азды күлдің асыл бажаның Жылмалы нұрлы жарың жанарың Елбырасың күндей сұлусың бой жеткен Шайма шума күнде жайнап ажарың Мөлдіреген тал шыбықтай Мөлдіреген тал шықтай Мөлдіреген тал шықтай Сұлу бой жеткен Мақтанатын арманым сен Жүрегімнің аңсары сен Жүрегімнің аңсары сен Сұлу бой жеткен Ой, қандай керемет. Ал, бізде есеп 1-8. Таңдалмаған бір ғана тақырып қалды. Ынтық қылған бір ару деңгейін таңдайтын. Тағда мәке, өздеріңіз. Сары. Сары деңгей, яғни біз Наян тыңдаймыз. Бәрін көрейік. Мұқият болыңыздар, Наян тыңдаймыз. Талғат баста. Мені ойладың ба? Бәрекелді! Төлеген Мұхамеджанов «Іңкәрімай» деген ән. Шырқайық барлығымыз. Сен маған серік едің Құрбан етіп артыңды берік едің Көңіліме көктемдей көрік едің Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай Сағындың ба жүрмін жалын мұнда Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай Мені сағындың ба жүрмін жалын мұнда Іңкәрім-ай, іңкәрім, іңкәрім-ай Мінекей, осындай керемет көңілді нотада біз екінші айналымды аяқтаймыз. Есеп 3-8. Бұл әзірге екінші айналымның нәтижесі ғана. Ал біздің алдымызда үшінші айналым. Сонымен үшінші айналым. Бұл өзіміздің қазақ тілі, яғни ана тілімізге арналған айналым. Сондықтан іштегі барлық қазақы кәдімгі сөздерді, мақалдарды, білімді, ой жүйріктігін барлығын дайындап тұрыңыздар.
Ал біз қазір ортаға әріптер жазылған асықтарды алдырайық. Б әрпі. Бәрекелді. Ал Дәрбаевтар отбасы қандай әріп таңдар екен? Сонымен А әрпі. Бәрекелді. Ал біз Б әрпінен басталып А әрпінен бітетін қазақша тек қана сөздер айтып жарысатын боламыз. Оған бізге 1 минут қана уақыт беріледі. Ал олай болса, дайын болсақ, бастайық. 1 минут кетті. Сәкен. Бала. Бала. Баха. Бақа. Балға. Балға. Балта. Баспана. Балта. Бар. Баспана. Бар. Бара-бара. Бара-бара. Қос сөз. Бар. Бажа. Хо, бажа. Бар. Баспахана. Баспахана. Бар. Басқа. Сәкен. Баға. Басқа. Баға. Бар. Бұрма. Бұрма. Бар. Бәрекелді. Уақыт бітті. Сонымен Марат Имашев бастап келген топ 6 сөз, ал Дәрбаевтар отбасы 8 сөз тапты. Сонымен 9-да 16 жалпы есеп. Бұл үшінші айналымның бірінші бөлімінің нәтижесі. Ал біз бірден екінші бөліміне өтейік. Қазір экранға белгілі бір әннің мәтіні беріледі. Кейбір сөздер ішінде боялынады. Сол боялынған сөздер ішінде бар мақал мәтелдер айтып жарысатын боламыз. Бірінші сөз желі. Жел. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдайды. Бар, Сәкен. Түйені жел жайғаса, ешкіні көктен ізде дейді. Келесі сөз. Көп түкірсе көл. Көп түкірсе көл. Бар. Сәкен. Көпке топырақ шашпа. Көпке топырақ шашпа. Бар осындай мақал. Есептелінеді. Бар. Көппен көрген ұлтой. Көппен көрген ұлтой. Бар. Абысын тату болса, ас көп. Ас көп деген. ас көп. Екеулеріңізге екі топқа да бір ұпай. Ақылы көпті дау алмас. Дұшпаны көпті жау алмас. Жоқ, досы көпті жау алмас. Досы көпті жау. Тағы бір ұпай. Келесі сөз. Аққа құдай жақ. Аққа құдай жақ. Бар. Ақ пейілдің атарып, тоны тозбас дегенде мақал бар. Келесі сөз бұлақ. Бұлақ көрсен көзін аш. Ана, бірде айтылды. Бір ұпай. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Бар, бәрекелді. Су анасы бұлақ, сөзін ас құлақ. Бәрекелді. Су анасы сөз. Бәрекелді, Сәкен. Бар. Келесі сөз. Той. Тойға барсам той бар. Бар. Жарайды, бұл бізде ең соңғы сөз болатын. Сонымен мақал мәтелдер айтысында, жарысында Марат Имашевтің тобы 5 мақал, ал Дәрбаевтар отбасы 13 мақал айтты. Сонымен жалпы есеп 14-те 29. Дәрбаевтар алда. Ал біз жаңаға әннің мәтініне әуенін қосып соқайық. Ай десеңші. Халық әні ақ баян. 14-те 29 есеп Дәрбаевтар отбасының пайдасында. Ал бұл үшінші айналым, алдымызда шешуші кезең 4-ші айналым.
Сонымен шешуші кезең 4-ші айналым. Сонымен бәйгеге 20 ұпай тігіледі, бір ғана тапсырма. Соңынан басына қарай, яғни теріс орындалатын ән. Соны біз жазбай табуымыз керек. Ал мұқият болыңыздар, саққұлақ болыңыздар, сәттілік сіздерге. Ал бізге әнді жасыратын Алма Аманжолова. Aman yol vardır ya etmene girişe Meselik neymi yağmırık Yağlıyor nesirip melüves mıdgası yadlar amrık Yedi yağmırık narod mağlub Oş mağlub zad oş nevzık marod mı yağlıyor Salamadı ya bekle. Сәкен бірінші басты. Нартәуекел. Білдірген, халғаны білдірген. Халғаны білдірген. Бұл дұрыс емес жауап. Ал бізде тағы екінші тыңдау мүмкіндігі бар. Егер тыңдасақ, жоғалда жауап бар ма? Тыңдаймыз, кеттік. Aman yol vardır ya etmene girişe Meselik neymi yağmırık Yağlıyor nesirip melüves mıdgası yadlar amrık Yedi yağmırık narod mağlub Oş mağlub zad oş nevzık marod mı yağlıyor Salamadı ya bekle. Бар ма мәке? Жоқ. Жоқ. Жасырылған әннің дұрыс нұсқасын тыңдайық. Әнге байдың баласы Айым торым қызбен жолдас болған. Міне осындай Кермаралдай, Кермавайдай деген әдемі халық әні болатын. Я. Ешкімге 20 ұпай бұйырмады, сонда да бізде жеңімпаз бар, ол Дәрібаевтар отбасы. Жеңімпазды анықтаған әдемі халық әнін барлығымыз вокалды аспапты достар ансамблімен қосылып бірге айтайық. Байдың баласы Ахоу айым торым қызбен жолдас болған жоқ Бұдан бұрын Кермауайдай, Кермаралдай Сағындым сәулем бір сен ойлап Ал атақтағайын, ән жұмбақтың тағы бір әнші әдемі жеңімпаздары белгілі болды. Олар Дәрібаевтар отбасы. Ал Сәкен Ибрагим аға Гүлден жеңістеріңіз құтты болсын. Ән жұмбақтың сары шапаны. Істеріңізде тосын. Ал қымбатты көрермендер, біз сіздермен аз ғана уақытта қоштасамыз. Ән жұмбақ өз мәресіне жетті. Жақсы күндерде жолыққанша.